12 желтоқсанға арналған жұлдыз жорамал. Тоқты, күн сақтылық пен байсалдылықты талап етеді. Егер сіз асығыстық танытсаңыз, қателіктер жасап, оны түзету күрделеніп кететін болады. Кейде сіз алдыңызда қандай тапсырма тұрғанын түсінуге уақытыңызды бөлмей, шаруаңызды аяғына дейін апармайсыз. Жақындарыңыздың қолдауы сізге жақсы көмектеседі. Олар сізге қалай әрекет ететінін түсіндіріп, дегеніңізге жетуге ықпал етеді. Күннің екінші жартысы бұрынғы мәселелеріңізді ашық талқылап сөйлесуге қолайлы. Осындай ашық әңгімелер көптеген мән-жайды түсініп, проблемалардың қайда жатқанын түсінуге көмектеседі. Торпақ. Айналаңыздағылармен қарым-қатынастарыңыз қалай болып жатқанына назар аударыңыз. Бұл жерде барлығы сіз ойлағандай тыныш емес. Мысалы, сіз сенім артуға болмайтын адамға сенім артып, серіктестеріңізді дұрыс таңдамағаныңызды түсінуіңіз мүмкін. Әлі де бұны түзетуге кеш емес. Жылдам әрекетке көшуіңіз керек. Мақсат қойғыштығыңыз дегеніңізге жетуге көмектеседі. Көптеген торпақтардың интуициясы қалай әрекет етіп, уақытыңызды құр жіберместен дұрыс шешім қабылдауға көмектесе алады. Күннің екінші жартысында айналаңыздағыларды өзіңіздің жаңа идеяларыңызбен таңғалдыруға қолайлы кезең болмақ. Егіздер, бұл күн жаңашылдықтан және үлкен өзгерістерден қорықпайтын егіздер үшін сәтті күн болмақ. Егер сіз табанды әрі сенімді болатын болсаңыз, бұл күні ашылатын жаңа мүмкіндіктерді оңтайлы пайдалана аласыз. Сонымен қатар, тапқырлық та кейбір шаруаларыңызда жақсы нәтижеге жету үшін ықпал етпек. Батыл эксперименттерде өз нәтижесін беретін болады. Егіздер бұл күні өмірінде маңызды рөл алатын жаңа адамдармен танысуы мүмкін. Бірақ кез келген танысуға қатысты жағдайларда асығыстық танытпаңыз. Шаян. Күннің алғашқы жартысы сәтті өтеді. Бұл уақытта жұмысқа қатысты да, жеке өміріңізге қатысты мәселелерді оңтайлы шешетін боласыз. Қаншалықты белсенді әрекет етсеңіз, соншалықты жақсы нәтижелерге жету мүмкіндігі жоғары. Басқалары тығырыққа тірелген жерлерде өзіңіздің ұсыныстарыңызды білдіріп, соны шешуге қадам жасай аласыз. Күннің екінші жартысында эмоционалдық жағдайыңыз күрделене бастайды. Сіз басқалары мән бермейтін нәрселердің өзіне ашуланып, болмашы нәрселерді жүрегіңізге жақын қабылдайсыз. Осы уақытта жақындарыңыздың қолдауы сіздер үшін аса маңызды болмақ. Арыстан. Сәтті әрі жемісті күн. Сіз адамдармен жақсы араласа білу қасиетіңіздің арқасында тамаша нәтижелерге жете аласыз. Жақсы таныстарыңызбен әріптестеріңіздің көмегі тимек. Сіз олардың арқасында жедел шаруаларды шеше аласыз. Күннің екінші жартысында іскерлік кездесулер мен беделді адамдармен іскерлік нәрселерді талқылау үшін қолайлы уақыт тумақ. Бұл уақытта сонымен қатар ресми құжаттарды дайындауға болады. Сіз кішігірім нәрселердің өзін мұқият байқайсыз. Осының арқасында өзіңіз де, басқалары да қателіктер жібермейтін болады. Бикеш. Аса сақ әрі мұқият болыңыз. Бұл қарапайым күн болмаса да, сіз орын алған проблемалар мен жағымсыздықтарды жеңе аласыз. Өз интуицияңызға құлақ түріңіз. Оның кеңестері дәл келеді әрі дер кезінде не істеу керектігін түсінетін боласыз. Ал айналаңыздағылардың кеңесінен ешқандай да пайда болмауы мүмкін. Әдетте олар сіздің шаруаларыңызды білмеуі де, тіпті мән-жайды түсінбей жатып, кеңестерін шашпақ келеді. Күннің екінші жартысында өзіңіздің қызықты әрі болашағы бар жоспарыңызды жүзеге асыруға болатын қолайлы уақыт болмақ. Бірақ бұл жұмысты бастағаннан кейін кейбір шаруаларыңызды кейінгі уақытқа қалдырып, басты назарды осы жоспарыңыздың дұрыс дамуына жұмсайтын боласыз. Таразы.
Бұл күні қиындықтар болғанымен, сіз қарапайым емес жағдайлардың өзінде өзіңізге ыңғайлап алуыңызға болады. Маңызды шаруаларыңызды атқару барысында тек өзіңіздің интуицияңызға жүгініңіз, және өзгелердің кеңесі үнемі пайдалы әрі орынды бола бермейтінін естен шығармаңыз. Бұл күні алыстағы достарыңызбен хабарласып, бір жерлерге барып қайтуға болады. Сонымен қатар, алдағы уақытта қажет болатын керек жарақтарды да сатып алуыңызға мүмкіндік бар. Кешкі уақытта демалып, ойыңызды жинақтағаныңыз абзал. Сарышаян, күннің алғашқы жартысында аса сақ болыңыз. Сіздің айналаңызда сізге тұзақ құруы мүмкін күдікті адамдар өріп жүр. Жаңа адамдармен танысу барысында алғашқы әсеріңізге сене бермеңіз. Алғашқы әсерлер алдамшы болуы мүмкін. Жұмысқа қатысты шешім қабылдау барысында асығыстық танытпаңыз. Күннің екінші жартысында шаруаларыңыз бен жоспарларыңыздың іске асуында ілгерілеу байқалады. Іскерлік кездесулер мен жақындарыңызбен ашық сөйлесулер көңіліңізді көтермек. Сонымен қатар, сізді қуантатын қонақтарда келіп қалуы ықтимал. Мерген, бұл күн әңгімелесулер үшін қолайлы күн. Түрлі кездесулер де жақсы өтеді. Басы бос мергендер өздеріне ұнайтын адамдармен танысып, кейбір жандардың жүрегін жаулап алуы мүмкін. Шығармашылық пен өзіңізді дамытуға қатысты шаруаларыңызда жақсы сәттіліктер байқалады. Өзіңіздің ескі хоббилеріңізді еске түсіру пайдалы болмақ. Бұл сіздің көңіліңізді көтеріп, жаңа нәрселерге үйренуге көмектесетін болады. Сіз алғашқы жетістікке жылдам жетесіз. Содан кейін әрі қарай қалай әрекет ететініңізді түсінетін боласыз. Тауешкі, асықпаңыз. Әрекет етпес бұрын өткен уақытта жіберген қателіктеріңізді саралап, қорытынды жасап алыңыз. Қателіктерге өзгелерді кінәламаңыз. Ең алдымен кінәні өзіңізден іздестіріңіз. Егер өз қателіктеріңізді түсінсеңіз, оларды түзететін мүмкіндік болады. Жақын адамдарыңызбен араласу көңіліңізді көтермек. Кешкі уақыт романтикалық кездесулермен сүйікті адамыңызбен әңгімелесу үшін қолайлы уақыт. Сіз еш қысылмастан өз сезімдеріңіз жайлы айта аласыз. Отбасыңызға немесе жақын адамдарыңызға қатысты жақсы жаңалық келіп түсуі мүмкін. Суқұйғыш, жоспарланған шаруаларыңызды алып шығу сіз ойлағаннан да қиынға түспек. Жақсы достарыңыз бен таныстарыңыздың көмегіне жүгінуге болады. Олардың көмегінің арқасында қай шаруаңызды жедел, қай шаруаңызды кейінге қалдыруға болатынын түсініп, қалай әрекет ететініңізді ұғатын боласыз. Бұл күні сіз ақшаңызды шектен тыс жұмсап қоюыңыз мүмкін. Сондықтан да жоспарланбаған сауда мен үлкен шығындардан аулақ болыңыз. Осы күні сонымен қатар қарызға ақша беріп, несие алуға кеңес бермейміз. Балықтар, көп мүмкіндік беретін күн. Сізге мақсатыңызға жету үшін табандылық пен шешім қабылдай білу сынды қасиеттер қажет. Бұл күні топтасып әрекет еткеннен гөрі жалғыз өзіңіз әрекет еткен дұрысырақ болмақ. Күннің екінші жартысында адамдармен жақсы тіл табысып, тіпті бұрын аса сыйса бермейтін адамның өзін аша аласыз. Көптеген балықтарға ақша түсіп қалуы мүмкін. Бірақ бұл ақшаларды тез жұмсауға асықпағаныңыз жөн. Сауда-саттық пен үлкен шығындарды кейінге қалдырыңыз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.